Құрметті ата-аналар, мен сіздерге қазір сабақты, тапсырмаларды қалай орындау керек және видеоконференцияға қалай қосылуға болады, сол жөнінде азғантай бейнеролик көрсетемін. Бірінші OkEdus'қа кіреміз, яғни кіріп аламыз. Кіріп алғаннан кейін логин пароліңізбен кіресіздер ғой. Кіріп алғаннан кейін осындай бетше ашылады сіздерден. Сол бетшеде бүгінгі сабақтар дегенді басамыз. Басқан кезде бізден сабақтарымыздың тақырыптары шығып тұрады, яғни осы жерде өткенді қайталау деген яғни тақырыбы шығып тұр. Сол тақырыпты басқан кезде сізде мынандай бетше ашылады. Осы бетшеде үйге тапсырма барлық бар. Осы жерде открыть файл материала дегенді басамыз. Басқан кезде ол сізге өзіңізге жекеге жүктеледі. Жүктелгеннен кейін оқып, осы тапсырманы орындап болғаннан кейін астында жауап беру, мұғалімге жолдау деген бетшесі бар. Осы жерде выбрать файлды басамыз, яғни суретке түсіріп алсақ, сол суретті осы выбрать файл арқылы салуға болады. Немесе мұнда өзіңіз тікелей жауап жазуға болады. Жауап жазып, мұғалімге жолдауды бассаңыз, ол мұғалімнің жеке кабинетіне түсіп тұрады жауабыңыз. Бұл бір. Енді қалай біз бейне конференцияға қосыламыз дейсіздер ғой. Ол үшін мұғалім сіздерге онлайн сабақ бастайды. Бастап ашқаннан кейін мұғалім сабақ бастаған кезде ол мына сіздерге OkEdus'қа жаңа конференция мұғалім бастайды. Бастаған кезде осылай бетше ашылады. Осы бетшені ашқан кезде мұғалімдің сіздердің бетшелеріңізге ол мынандай бейне болып түседі оң жаққа. Соны сабаққа қатысуды басқан кезде сіздер автоматты түрде бейне сабаққа қосыласыздар.